Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда 9 сынып геометрия БЖБ нөмірі 1 390 бойынша видеосы бірінші нұсқа. Лайк басыңыздар, комментарий қалдырып, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер, каналға жазылып, қоңыраушаны бас қойыңыздар, өйткені келесі ТЖБ видеоларын өткізіп алмас үшін. Қазір қарастыратын сұрақтар осындай, барлығы 4 тапсырма. Синустар және косинустар теоремасына байланысты болмақ. Сонымен бастайық. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырмада теореманың сөйлеммен берілген анықтамасы мен математикалық жазылу арасындағы сәйкестіктері табуымыз керек. Яғни мына жердегі берілген сөйлемді оқимыз да математикалық жазылуын анықтаймыз. Қазір қараңыздар, қазір анықтап көрсететін боламын. Әртүрлі түстермен көрсеткен ыңғайлы болар. Мысалы, бірінші сөйлемді оқиық. Бұрыштың синусы үшбұрыш қабырғаларына пропорционал болады. Бұрыштың синусы үшбұрыш қабырғаларына. Қараңыздар, мынау бізде біріншісі, яғни С нұсқасы болады. Бұрыштың синусы қабырға пропорционал. Қалай жазылатын көріп тұрсыздар ғой? Келесі, екіншісі, үшбұрыштың қабырғалары қарсы жатқан бұрыштарының косинусына пропорционал. Екіншісі бұл жерде F болайын деп тұр. Үшбұрыштың қабырғалары қарсы жатқан бұрыштарының пропорционал. Келесі, үшіншісі, үшбұрыштың кез келген қабырғасының квадраты қалған екі қабырғалардың квадраттарының қосындысынан осы екі қабырға мен олардың арасындағы бұрыштың екі еселенген косинусының көбейтіндісіне шегергенге тең. Бұл сонда үшіншісі бізде А нұсқасы болады. Міне, екі еселенген косинусын шегергенге деп тұр. Мына жерде бесінші нұсқаны бірден талқылап кеткім келіп тұр. Бесінші осы жерде мысалы екі еселенген синусын көбейтіндісіне шегергенге тең дейді. Мына жерде міне Б нұсқасы болады. Екіншісінде қазір былай көрсетейін, Б нұсқасы. Бұл жерде екі еселенген синусын шегеріп тұр деген сөз. Тура осылай алтыншысында осыған ұқсас болғаннан кейін айта кеткім келіп тұр. Екі еселенген косинусының көбейтіндісін қосқанға тең. Міне қосу деп жазылып тұр, көрдіңіз бе, косинус деп. Сондықтан мен осыны былай көрсете салайын. Д деп. Енді ары қарай талқыланбағандарымызды бастайық. Мұнда төртіншісі қалып кетті. Үшбұрыштың қабырғалары қарсы жатқан бұрыштарының синусына. Үшбұрыштың қабырғалары қарсы жатқан бұрыштарының синусына, ол мінекей мынау Е деген сөз. Қабырғалары қарсы жатқан бұрыштарының синусына деген сөз. Мінекей осылайша бәрін анықтадық деп айтайын деп тұрсам, тағы қайсысы қалып кетті? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Барлығын анықтап жазыппын. Енді балалар мынандай әңгіме. Косинустар теоремасын табу керек бір арасынан. Косинустар теоремасының формуласы мынау жаттап алыңыздар. А формуласы косинустар теоремасы. А квадрат тең Б квадрат плюс. Бұл жаңағы үшіншісі ғой, сонда 3-ті біз осы А деп қоямыз. Келесі синустар теоремасы. Синустар теоремасы мынау Е. Бұл Е бізде 4 болды. 4Е деп қоямыз. Осы сөйлем мен оның формуласын жаттап алыңыздар. Қазір келесі тапсырмаларда керек болады. Түсінікті болса, ойларыңызды комментарийға жазыңыздар. Келесісіне өтейік. Келесі екінші тапсырма. А қабырғасы 10 см, альфа бұрышы 40 градус, бетта бұрышы 60 градус болатын үшбұрыштың белгісіз өлшемдерін табыңыз дейді. Мен қазір мына жерге синус 40 градустағы мәнін және синустың 80 градустағы мәндерін дайындап қойдым. Қазір бұны қолданатын боламыз. Жалпы мынандай кесте бар. Осы синустың және косинустың кез келген мәндері болып табылатын, соны интернеттен тауып қолдансаңыздар болады. Енді берілгені бойынша сызбасын салайық. Мысалы, үшбұрыш берілген, кез келген бір үшбұрыш салып қоямыз. Есебімізді шығаруға арналған осы үшбұрышымыздағы бір қабырғасы, мынау жарайды, АБЦ қабырғасы деп жазып қойық. АБЦ қабырғасы, А қабырғасына қарсы жатқан бұрышты альфа дейміз. Б қабырғасына қарсы жатқан бұрышты бетта дейміз. С қабырғасына қарсы жатқан бұрышты гамма дейміз. Осы жерде белгілі өлшемдері бар. Мысалы, А қабырғасы 10 см, А қабырғасы 10 см,
альфа бұрышы 40 градус, бетта бұрышы 60 градус. Енді қалған өлшемдерін табу керекпіз, яғни С қабырғасы, Б қабырғасы және гамма бұрышы дегенде. Ең оңайы бұл жерде гамма бұрышын табу, өйткені үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең ғой. Сондықтан гамма бұрышын табу үшін біз тек қана 180 градустан азайтамыз осы 60 градус пен 40 градустың қосындысын. Сонда бізде 80 градус болады. Бірінші белгісіз өлшемді таптық. Міне қызылмен жазып қойын, тапқанымызды 80 градус. Енді Б мен С қабырғаларын табу керек. Оны қалай табады? Синустар теоремасымен табамыз. Үш бұрыштың қабырғасы мен оған қарсы жатқан бұрыштың синустарының қатынасы тең болады. Демек, Б қабырғасының синус 60 градусқа қатынасы, былай жасап қойық. С қабырғасының С қабырғасы емес, мына жердегі А қабырғасының синус 40 градусқа қатынасы деп жазып қойық. Мінеке. Яғни Б-ның синус бетта қатынасы, яғни синус 60-ға қатынасы, А-ның синус 40-ға қатынасы. Енді мәндерін жазу керек болады. Б-ны табу үшін біз А-ны көбейтеміз синус 60-қа және бөлеміз синус 40 градусқа. А дегеніміз бізде 10 сантиметр, синус 60 градустағы мән, бұл бізде түбірасты 3 бөлінген 2, сол түбірасты 3 бөлінген 2-ні жоқтап есептейік. Яғни түбірасты 3 дегеніміз 1,7, оны 2-ке бөлетін болсақ 0,8 немесе 0,186, 0,187 деп жоқтап жазсақ болады. 0,187. Және де синус 40 градустағы мәнді мен жаңа сіздерге экранға шығарып қойған болатым, 0,164 болады. 0,164. Міне осыны қазір есептейтін боламыз. Бұны есептегенде де жоқтап жазсақ болады. 10 көбейтілген 0,187 бізде 8,7. Бұны бөлеміз 0,164-ке. 13,5 немесе жоқтап алғанда 13,6 болады. Жоқтап алғанда Б қабырғамыз, бұны табылған мәндерін бірден жазып қойық. 13,6. Енді С қабырғасының өлшемін табу керек. Тура жаңағындай жасаймыз. Яғни С-ның, сарымен жазайын. С-ның, неге сары таңдылмайды? Сары қайдадан қызыл таңдылып? Сары түс керек маған, розовый түс емес, сары түс керек. Яғни С қабырғасының синус 80-ге қатынасы және қайтадан жаңағы 10-ның синус 40-қа қатынасы деп жазсақ болады. Сәйкесінше С қабырғасын табу үшін 10-ды көбейтеміз синус 80 градус және бөлеміз синус 40 градусқа. Мінекеңіздер. Сонда 10 көбейтілген синус 80 градуста жоқтап 0,198, синус 40 градуста 0,164. Сонда осыны мен сіздерге жылдам есептеп көрсете салайын. Сонда 9,8-ді бөлеміз 0,164-ке болады 15,3. Жоқтап алатын болсақ 15,3. Келесі белгісіз өлшемді таптық. Мына қабырғасы 15,3 екен. Міне балалар, осылай орындалатын тапсырма. Есебіміздің жауабы бір белгісіз бұрышы 80 градус, қалған 2 белгісіз қабырғалар 15,3 және де 13,6 болды. Түсінікті болды деген ойдамын. Жалғастырайық. Үшінші тапсырма. А пунктінен С пункті арқылы Б пунктіне қатынайтын мұндағы АС 13 км, БС 6 км, АС Б бұрышы 70 градус болады дейді. Кейін А және Б пункттерін түзу жолмен қосты. А пунктінен Б пунктіне дейінгі жол қанша километрге қысқарды дейді. Есептің шарты бойынша сызба қойып қойсақ болады, яғни былай баруға болатын басында, яғни А пунктінен С пунктіне осылай Б нүктесі арқылы баруға болатын. Бұл жердегі АС
А пунктінен С пункті арқылы Б пунктіне дейді. Керісінше А пунктінен С пункті арқылы Б пунктіне дейді. Ондағы АЦ 13 километр, ал БЦ 6 километр. Кейін мына АБ-ны тікесінен тура баруға болатындай жолымен қосыпты былай қарай. Сосын кейін мына АЦБ бұрышының 70 градус екендігін айтты. 70 градус. Осы А пунктінен Б пунктіне дейінгі жол қанша километрге қысқарды дейді. Яғни басында біздің жолымыз 13 қосылған 6 болатын. Яғни 19 километр болатын. Енді қазір сол 19 километрден АБ кесіндісінің ұзындығын азайту керек. Сонда қанша километрге қысқарғандығы шығады. Мінекей. Біздің сұрағымыз осы. Енді АБ қабырғасын қалай табамыз? Әрине Пифагор теоремасы, Пифагор деппін ғой. Косинустар теоремасы арқылы, яғни АБ-ның квадраты 13-тің квадраты қосылған 6-ның квадраты азайтылған 2 көбейтілген 13 көбейтілген 6 көбейтілген косинус 70 градус. Сәйкесінше 13-тің квадраты 169, 6-ның квадраты 36, 2 көбейтілген 13 бізде 26 болады. 26-ны 6-ға көбейтемізді, косинус 70 градустағы мәні мына 0,34-ті жазып қояйық. Жуықтап алған кезде 0,34 деп. Міне осыны жылдам есептей саламыз. Яғни 26 көбейтілген 6 болады 156, оны 0,34-ке көбейтсек 53,4. 53,4 дейді. Сонда 169-ға қосамыз 36-ны, азайтамыз 53,4-ті. 151,96. Сонда 151,96-ны 152 деп жуықтап жазсақ болады. 152 деп жуықтап. Яғни АБ-ның квадраты жуықтап 152. Енді АБ-ның өзін табу үшін 102-ні түбірдің астынан бізге шығару керек. Былай жасаймыз, 152 түбірдің астынан 12,3 деп шығады. 12,3. Мінекейіңіздер осылай орындалатын тапсырма. Бірақ мен әрі қарай до конца орындамадым әлі. Яғни 19-дан мен осы 12,3-ті азайту керекпін ғой. Сонда бізде 6,7. Сонда 6,7 километрге жолымыз қысқарды деген сөз. Мінекей осылай орындалатын тапсырма. Төртінші тапсырма: тең берілген үшбұрыштың бүйір қабырғасы 13 см, ал табаны 10 см-ге тең дейді. Осы үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиусын табыңыз дейді. Жалпы тең берілген үшбұрышымыз осы кез келген үш қабырғасы белгілі үшбұрышқа іштей сызылған және сырттай сызылған шеңбердің радиусын табатын формуланы дайындап қойдым. Мына жерде мысалы қараңыздар, кішкентай R мен белгілейтін болсақ, іштей сызылған шеңбердің радиусын табу үшін ауданын тауып, сонда жарты периметрге бөлу керек. Ал сырттай сызылған шеңбердің, яғни үлкен R-ді табу үшін бізге үш қабырғасында бір-біріне көбейтіп 4S-ке бөлу керек. Міне осы мәліметтер керек. Яғни бізде үшбұрыштың үш қабырғасында белгілі, тек қана бізге ауданды табу керек болып тұр. Ауданды Гейрон формуласы арқылы табамыз. Ауданды табу үшін балалар бізге жарты периметр керек. Сол жарты периметрді P минус A, P минус B, P минус C деймізді түбірдің астынан шығарамыз. Міне. Енді соңында бізге P-ны табу керек қой. P-ны қалай табамыз? P дегеніміз барлық қабырғасының қосындысын 2-ге бөлеміз. Тең берілген үшбұрыштың бүйір қабырғасы 13 см, ал табаны 10 см-ге тең. Тең берілген үшбұрыштың бүйір қабырғасы 13 болғаннан кейін екі бүйір қабырғасы 13-ке тең ғой. Демек 13 қосылған 10 мінекей. Осыны 2-ге бөлеміз деген сөз. 13-ке 13-ті қоссақ 26, 10-ды қоссақ 36, 36-ны 2-ге бөлсек, демек 18 болады деген сөз. Сонда P-ның орнына мына 18-ді қоямыз. Сонда 18-ден мына қабырға, қазір үшбұрыштың сіздерге суретін салып қояйыншы. Мына жерге үшбұрыштың суретін салып қояйын. Мына біздің тең берілген үшбұрышымыз болсын. Так, мінекей біздің тең берілген үшбұрыш.
екі қабырғасы 13-ке тең, табаны 10-ға тең. Сонда 13 көбейтілген 13 емес 18 көбейтілген 18-ден 13 азайтатын болсақ 5, 18-ден 13 азайтатын болсақ 5, 18-ден 10 азайтатын болсақ 8 қалады. Мінекей. Осылардың барлығын көбейтіп түбірдің астынан шығарамыз. Енді 5 пен 5 қалай жасақ болады? 18 дегенде балалар, 18 дегенде 9 бен 2-нің көбейтінді істеп жазатын болсам, 9 бен 2-нің көбейтінді істеп жазатын болсам, бізде былайын деп тұр. 5 пен 5-тен түбірдің астынан 5 шығады. 2-ке 8-ді көбейтсек 16, одан 4 шығады. 9-дан түбірдің астынан 3 шығады. Сонымен бізде түбірдің астынан жалпы 60 деген сан шығады деген сөз. Демек, мынау біздің ауданымыз 60-қа тең. Сонда болды. Сонда 60-ты бөлеміз. Жарты периметріміз жаңа 18 еді ғой. 60 бөлінген 18. 6-ға бөлсек 10. Сонда 3,3-тен 1 деген жауап тауып тұрық. Мына жерде сол 13, 10 көбейту 4 бөлінген біздің 60. Қысқартатын болсақ, 2-ге бөлейік, 10-ға бөлей салайық, 1 және 6 болайын деп тұр. Сонда 6 жердегі 4-ім 24, 13-ке 13-ті көбейтсек 169. Міне осы күйінше қалдыра берейін. Мынау біздің шеңберге іштей сызылған, біздің үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы, мынау үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Міне балалар, осылай орындалатын тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі видеомыз осы. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Каналға жазылыңыздар міндетті түрде, сосын қоңыраушаны басып қойыңыздар, келесі тжб видеоларын өткізіп алмас үшін. Сіздермен болған Қарағай, келесі кездескенше.